Көзіңнен бір ұшқын ұшты ма білмедім. Түркістан Лайф жобасы Отырар ауданы Шәмші Қалдаяқов ауылына арнайы келдік. Композитордың музейіне келгенімізде алдымыздан велосипед мінген қарапайым бір кісі шықты. Сөйтсек, ол Шәмші атамыздың туған інісі Қалдаяқовтар әулетінің қара шаңырағын ұстап отырған жан екен. Ол кісі бізге мұражайды өзі таныстырып, ағасы туралы біраз естеліктермен бөлісті. Ол кісі кетіп өмірде, қалай айтсам, ол еш уақытта дауыс шығарып, дауыс көтеріп сөйлеген емес ол кісі. Бәрімізге, ағаларыма да, әпкелеріме де ешқандай дауыс көтермейтін, жай сөйлейтін. Жай айтып түсіндіреді, болды. Ашулану деген көрген емес. Мен бір сол 20-30 рет бірге отырып неғаған жерміз, бір дауыс көтеріп, бір ұрысып, біреуіне, мысалы, өзінен кейінгілерге, мысалға, ананы үйтіндер, мынаны бүйтіндер деген сияқты емес те енді. Түсіндіріп айтып, адам болыңдар, жақсы болыңдар. Біреудің ала жібін аттама, біреуге жаманшылық істеме деген сияқты да, мысалға. Сол баяғы қазақилық нені. Қазір ондай адам кем деген ғой, мысалға. Адамдағы сана сезімде кетіп қалды, өміргеден көзқарасы да кетіп қалды. Шағын ғана музейдегі әр жәдігер тұтас дәуірдің куәсі. Көзі тірісінде атақ қумай, халықтың сүйіктісіне айналған ұлы композитордың өз қолы тиген дүниелер. Мынау үстімдегі Шәмші Қалдаяқовтың өзі киген костюмі. Ал мынау музыкалық колледжде сабақ берген кезде өзінің композицияларын шығарған пианинасы. Мына жерде қарасаңыздар, атамыз өзі қолданған аспабы және осылай суреттері, естеліктері жиналған картиналарды көруге болады. Ал мына жерде осы естеліктердің бәрін жинақтайтын арнайы альбом тұр. Шәуілдерден шыққан аңыз адам Шәмші Қалдаяқов артынан 300-ге жуық ән жазып қалдырды. Сырға толы, мұңға толы, нәзік, ырғақты әндері қазақ даласын алақанына салып аялап, әлі де тербетіп келеді. Осы шығармашылық жолда оның жары Жәмила апайдың да орны ерекше. Ол кісі нағыз парасаттылық танытып, Шәмші атамызды әрдайым қолдап, қиын сәттерде тірегі бола білген. Немере әпкемдер, әпкем ана екі қарындасым Алматыда тұрады. Жеңгем, Жәмила деген әлі бар. Осы кісіге барып амандасып қайтып көріп тұр енді. Ертең бұл кісінің көзі кетіп қалса, историядан мақұрым болып қаламыз да. Бар бір амандасып. Кезінде қолымда өстім, шайын іштім, тамағын жедім. Сол кезде апта сайын барам, 17 жасар балам. Екі астын оқытырады үй. Жаяу барам, сонда трамвай таралып жүреді. Анауысы 3 дейін, анауысы 5 дейін. Соны таппай қаламыз ғой, сүреміз ғой. Үйге барам, жеңшем тамағын шайын ішем. Кетіп баққанда 10 рубль береді, 10 рубль. Ертең маған айтады ғой, сен театрға бар, концертке бар дейді. Бақыл жешедім, 10 рубльді қалтама сап аламын, ашта келем. Біреу 40 дейін сұрайды, біреу 50 дейін сұрайды. Екі күн екен 10 рубль жоқ. Өгейді 40 дейінға, сол ойдан Сүренский, сол ойдан тойып шығатын тұрған. 40 дейінға, қазір 40 дейінға бір үштік демеге де аламайсың, сөзің ішінде керек. Бүгінгі мемлекеттік әнұранның авторы болса да, Шәмші кезінде дипломың жоқ деп консерваториядан қуылған. Тұтас ұлт әндерін жатқа айтса да, ресми билік оны мойындауға асықпады. Ең өкініштісі, халық әртісі атағы Шәмшіге өлеріне небәрі бір күн бұрын аурухана төсегінде ғана берілген.